студио. Bir vaqtda uzun qara şapanды kiyip ayağın sürütüp basıp келе жатып шаршап жатқаны көрініп тұр. Қаныш ағамыз Сәтбаев. Иә, Қаныш Имандайұлының алдында болып, құмысында. Осы жағдайдың бәрін түсіндіріп айттым. Қазақстанда білім саласы жоқ, ешкімді оқымайды, тек Московский университетте ғана бар. Мен де таңғалам дедім, орталық Қазақстанда толып жатқан ұрыларды үйіп тастаған. Соларды қазып жүрген қазақтың аты бабалары ма, я болмаса жер болып келген тайпалар ма деді. Телеграмманы берген Сәтбаев екен. Осындай 3 айға 12.000 рубль, бір машина 3 айға 4 жұмысшыға оклад. Қазақтың тұңғыш антропологиясына бюджет. Өзінің лично Сәтбаев. Бірақ Марғұлан айтты, сен қазақтың сүйектерін оңтүстіктен қазба деді. Біз иесіз молаларды қаздық. Бұл де тимейміз. Моральный жағынан ауыр болды. Қазақтың сол кезде қазақ соншама қырылмаса 4 миллион болып. Сізге қорқынышты болған жоқ па сол жұмыстарыңыз? Өлі адамның сүйектен қорқпау керек, тірі адамнан қорқпау керек. 4-5 қазақтың арбанын арқылап туып жатыр деп. Бүгінгі әрбір қазаққа айналайын бауырым, сен бір емес 5 қазақтың жүгін көтеріп жүрсің десеңіз болады ғой? Болғанда бұндай. Маған қойған айыбы, жаңа кітапты өртегенде, Исмағұлов беспартийный, нахватался буржуазной идеологии. Адамс Question. Армысыздар ағайын, эфирде Ақ студия. Және мен Айгүл Мырзаханқызы. Бүгінгі Ақ студияның қонағы қазақтың тұңғыш антропологы, қазақ ғылымына еңбегі сіңген, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, Италиядағы Балон академиясының корреспондент мүшесі Оразақ аға Смағұлұлы. Адамс Question. Оразақ аға, қазір білесіз, біздің Алматымыз үлкен мегаполис. Әлемдік тілмен айтқанда өте қанаты жайылып жатқан әдемі қала болып келе жатыр. Өсіп жатыр, өніп жатыр ел. Елдің Қазақстанның жер-жерінен, түкпір-түкпірінен біреу білім іздеп, біреу еңбек іздеп, біреу әйтеуір жақсылық көреміз деп жиналып жатқан ордасы ғой қазақтың бір. Қазіргі санының өзі 2 миллионның үстінде. Енді сол студент кезіңізде жаңағы Сталин атамыздың қайғырып жүрген кезіңізде сол кездегі Алматы қалай еді? Қандай еді Алматы? Ой, ол кезде Алматының көшесінен күнде бір көшесінде кішкене машина көретін, бізде грузовойы бар, легковойы бар. Мынандай пробка деген ондай. Біздің түсімізге кірмеген жайда. Кинодан шет елден көретін біз, бірақ біздің елімізде. Сосын Алматының ол кезде бір шетмен тасты. Бізде военный кафедра болды. Сол жазды күні 2 ай кетеміз, сол 1 айға осыны тастақ та, аржан ештеңе жоқта. Яблочный сад дейді, сол алма баға ғана болатында. Соған палатка тігіп, 1 ай военный кафедрасының практикасын өттік қой. Қазір тастағы Алматының ортасында ғой қазір. Вот міне сондай еді. Сосын бір шетіне, мынау Абай көшесі бар ғой қазір Алматыдағы. Ол бұрын головной арық деп аталады. Оның соны арық бетінде селхоз институт болатында. Оған барамыз деп жүрген балалар барайық дегенде, ой қойшы анау головной арықтан өту керек, үстімізді ұлғайыпсан, селхозды қайтесің, еш жерде де бұздары бар ғой деп жүре бердімізде. Так что бүгінгі не тұр ғой, Кемеп па? Иә. Соның орнында тұр. Сол головной арықтың ар жағында қаланың шеті болатында.
Сіздің сөзіңізге қарасақ, Алматы кішкентай болып қалды ғой қазір. Иә, кішкентай. Бір шетіне жаяу шыға бересің. Университеттегі кәдімгі сізге негізгі, енді барлық ұстаздар бірдей болмайды, білеміз. Бірақ университетте бір осы ұстаздан білім алғаныма мақтанамын. Осы кісі маған бір қанша дегенмен бір білімнің сәулесін көрсетті деген ұстаздарыңыз туралы бір-екі ауыз айтып өтіңізші. Енді ол кезде, біз оқыған кезде мұғалімдер вузда аз болды ғой. Бірақ сол кезде космополит деген политика жүріп атқан сырда. Көптеген Москваның, Ленинградтың, Киевтің еврейлерін біздің жаққа аударып жіберген. Иә. Міне солар бұл университеттің біраз несін көт. Солардың арқасында философский факультет 49 жылға ашылды бірінші рет. Біздің факультет маядан бәрі бар ғой, 36 жылда бері. Сөйтіп олар космополиттер бәрі действительно оқығандар ғой. Солардың бізде бір Серебайский деген сабақ берді. Орта ғасырдан жақсы берді. Білімі бар, әйелді жақсы білім деді. Өзі сондай алып келген. Сондай қазақтардың арасынан біз жақсы нелерді көре алмадық. Осы жоқ та болды. Көбісі орыстар. Орыстың әйелдері, нелері солар. Сосын мына деді жаңа ашылған философский экономический факультеттің деканы бір Жеребятов деген татарин қазақша сөйлейді. Солай ма? Сосын оны бір этажда жүреміз ғой. Сосын балаларын айтып, ақылын айтып жатқанда кішкене ішіміз ойлаушы едік. Почему біздің деканымыз? Осын біздің деканымыз орыс әйелі болатынды. Кандидатын. Сол ана кісінің жаңағы факультеттің балаларына ақылын айтып коридорда сөйтіп жүргенін көріп едік. Сонда ойладық, шіркін мынандай мұғалімдерді біздің факультетімізде неге жоқ деп. Мен неге бұл сұрақты қойып отырмын? Қазақстан Республикасының ғылым академиясында тарих, этнография және археология институты бар ғой. Сонда өзім ойлаймын, енді біздің Әл-Фараби атындағы университетіміз, Абай атындағы университетіміздегі тарих факультеттері маманға келіп тіреліп тұр ғой сұрақ. Неге қазақтан шыққан мамандар аз деген сұрақ мен көкейімде болады ылғи. Сонда әңгімеңізден қарап отырсам, сол келген, ауып келген басқа ұлттың өкілдері, олар да болса орыс тілді болып тұр ғой. Енді бәрімізді университетте оқыдық, әркім өзінің білгенін үйретеді да ол жерде. Сонда мен ылғи басқа да үлкен ғалымдардан сұхбат алғандағы аңдайтыным, сонда мұның барлығы сол кездегі профессорлық құрам, профессорлық состав дейміз ғой, оқытушылардың. Соларға тікелей байланысты болған сияқты. Байқаймын, сізде сол жаңағы орыс тілді еврей көкелеріміздің, профессорларымыздың сабақтарын көп, ал қазақтан шыққан мамандар аз болып тұр ғой. Жоқтың қасы. Жоқтың қасы. Енді айта алмаймыз қазақтың. Біздің емес, басқа факультеттерге тарих оқып жүрген мұғалімдердің фамилиясын көріп жүрмін, бірақ сапасын олардың лекциясына қатыспаймыз ғой, білмейміз. Біз тек өзіміздің ғана факультетте жүргенді ғана білеміз. Сондықтан енді 50-ші жылы Алматыға қазақтың студенттерінде, оқытатын мұғалімдерінде жаңа өсіп жатқан кез ғой. Соғыстан кейін. Соғыстан кейінгі соғыс кезінде көп адамдар қайтыс болып, мамандар, мұғалімдер кейбір сабақтарды мысалы
мен химия сабағын өткен жоқпын. Орта мектепте. Мұғалім жоқ. Мұғалім жоқ. Әйтпесе, мәдени институтқа келіп түсейін деп едім. Онда химиядан тапсыру керек. Мен өз бетіммен химияны қалай меңгерем. Сондықтан андай химиясы жоқ факультеттерге баруға тура келді. Тура келді дейсіз ғой. Біраз уақыт өткеннен кейін тарих сіздің салаңызға келе жатырмыз. Ақырындап археология, этнография, антропологияға келген уақытта бізде мектеп болған жоқ. Солай ғой? Болған жоқ. Сондықтан ғой мен айтайын деп отырған, қалай сіз антропологияға өтіп кеттіңіз деп? Бұл енді кездейсек қой. Иә. Біз 50-ші жылы бірінші курсты бітірдік. 51-ші жылы археологтар шығады екен. Экспедицияға. Бір экспедиция шықты Жетісу өңіріне, Балқашқа шейін. Соған жазылды. Жаңағы археологиялық экспедицияға. Бардық, нелерімізді алып шыққанбыз. Киімдер, артық киімдер, күн салқын болса киетін. Содан нелерді, обаларды қаза бастады археологтар. Қазып, бұйым заттарын өте қалай ұқыпты. Қалай жерде, қандай тереңдікте, соны суретке түсіріп, жаңа несін жазып жатыр. Солардың бірінде адамдардың да қабірі табылып жатты. Бірақ ол сүйектерді былай ағырып қатып, олар бөлек қойып, бұйым заттарын алғасын, жаңа сүйектерді неге орнына лақтырып, жаба салады екен. Сосын мен ойладым, археологтан сұрадым ғой, мына сүйектерді неге сіздер бұлай істейсіздер деп. Маман жоқ деді ғой, маман жоқ. Оны зерттейтінімізде. Біз Москва, Ленинградқа жібереміз. Сонда антропологтар анықтап бізге нәтижесін береді, бірақ өзімізде жоқ деп. Соны ойландым, например, сал бұдан 2000 жыл бұрын 10,5 мың тұрған адамдардың сүйектері біздің сүйегімізден қандай айырмашылығы бар екен деп. Әнеки. Ой келді, жай өзіне. Содан күзді күні сабақ басталардан бұрын мединститутқа келдім. Кафедра нормальная анатомия человека дейді. Содан зав кафедрасы бір қазақ профессор екен. Соған сөйтіп келіп, айттым мен осындай сүйек зерттеуім келеді. Мұны археологтар сүйек жинамайды екен деп. Әлгі кісі мені құшақтап, қуанып, ойбай қазақтың жігіттері антропология боламын десеңіз. Онда сіз кішкене көтетір. Қазір оқу бөлімінің бастығын шақырайын деп, бір орыс профессорды шақырып қалды. Соған айтты менен бірасында мына жігіт археология болған екен, осындай сүйектер зерттегісі келеді, олар зерттемей көміп кетіп жатыр деп. Содан жаңағы заведующий учебной части орыс айтты, менді 30-шы жылы антрополог болғым келіп еді деп. Медицинаға түскенде. Бірақ ол кезде кибернетика, генетика, антропологтар түрмеге жауып атқан кез. Себеп? Себеп олар ол енді антинаучные деп баяғы Лысенкенің тұсында қарсы шыққан сол болды ғой. Негізі Лысенке генетикаға бәріне қарсы шыққан. Бұл бір саяси шешім ғой да ол жердегі. Конечно, үкімет оны қолдады. Сөйтіп, соның салдарынан жаңағы еш жерде қазір шетелдің барлық медицинский университеттерде, биологический факультеттерінде кафедра антропология бар. Қазір бізде тек Москва университетінің биофагында ғана бар, кафедрында басқа еш жерде жоқ. Не медицинский, не биологический факультеттерде ешкімде жоқ. Ол туралы ешкімде сабақ бермейді. Сөйтіп, әлгі орыс келіп, ол да қуанып жатыр, мені құшақтап. Ой, молодец, мы тебе все условия создадим.
будешь проходить после обеда и на лечебный факультет со студентами вместе будешь учиться. Мединститутқа. Медицина. Сөйтіп 4 жыл барып жүрдім оған. Қатар оқыдыңыз ғой? Иә, түскен университетте, түстен кейін мединститутта. Жаңа әңгімеңізді айтып жатсыз, мен антропологияға кездейсоқ келдім деп. Вот міне. Менімше бұл кездейсоқтыққа жатпайды. Біріншіден сіз бала кезіңізден мединститутқа түскіңіз келді. Екіншіден жаңағы орыстар беріп жатса да, орыс тілді мұғалімдер беріп жатса да, сіз жаңағы археологиялық экспедицияға барып, сол жерде сонша студенттің арасынан сіз ғана оған көңіл бөліп тұрсыз ғой, сүйектерді бекерге көміп тастап жатқанына. Сонда бұның бір түпкі сыры бар сияқты. Қанша дегенмен... Бірақ ол кезде оны мен бағаламадым ғой. Үйтіп түсінбедіңіз. Оған баға бермедім. Мен ойладым, оны зерттеу керек қой деп. Сосын неге... Құдайдың өз бір көкірегіңізге бір сәуле шашып тұр ғой. Иә, сөйтіп тұрды. Сосын бірақ институтта маған айтты, сен Москваға барып осыны оқисың, отдел этнографияда младший научный сотрудник көп жүрдім. Бірақ осындай немен айналыстым. И аспирантура ашып берді 55 жылы Лұқсат университет. Тиыны жоқ. Менде де жоқ. Сондықтан мен 1 жыл мұғалім болып, ақша жинап келдім. Ақша жинап, сосын бардыңыз? Келіп, академияның жаңа тарих, археология, этнография институтында старший лаборант жұмысқа орналастым. Содан кейін Москвадан сол жылдары антропологтар айтады, талай айтқан көрін сол жылдары айтқан биыл антропологиядан набор бар. Егер дайын кандидатураларың болса, өздерің кадрларын болу үшін бір адамды жіберіңдер деп. Ол как раз мен соған дайындалып жүргем, оның алдында 3-4 айға Москваға барып антропологпен таныстым. И Ленинградта антропологпен, Гинзбургпен, ол военно-медицинская академияның нормальная анатомия человека кафедрасында істейді екен. Сөйтіп олар набор болады, кел, экзам тапсыр деді. Содан айтқандай, сол 58-ші жылы барып не тапсырдым экзамен. Жақсы тапсырдым, өттім. Сосын олар айтты, кандидаттық диссертация Қазақстаннан болмайды. Өйткені онда материал жоқ. Басқа қалыптан аласың, зерттейсің деп. Сосын мұнда Маралған бар, біреулер бар, қарсылық жасады. Неге біз стипендияны төлейміз, ол басқа, Қазақстаннан басқа тема. Тема болмаса не істейсің? Егер мұна көне заманның сүйектер жиналған, бүгін қазақтардың бір сүйек жоқ екен. Соны жинасаң, сонда тема болады деп. Сол жайды жаңа Юрий Фланович Дебец деген будущий научный руководитель айтты. Орзак, вот твой президент, приехал в Москву на заседание Академии наук СССР. Сходи, расскажи свое положение. Содан бірден Москваның несіне бардым, гостиницасына. Барсам, действительно, 6-7 этажда бір комната орналасқан екен. Ол күні өте кеш болды. Ойладым, ертең сайланып келейін деп. Ертеңіне бардым, келдім, сағат 5:30 кезінде. Жаңа комнатасына бардым. Барсам, бір ұзын бойлы қазақ жігіт қоңыр костюмменен бірдеңе істеп жатыр екен. Сосын сіз кімге келдім, мен айттым, осындай Сатпаевқа жолығайын деп едім, мынандай мәселемен. Ол кісі әлі келген жоқ, сен бір жарты сағаттай көтіп коридорда диванда отыра тұр деді. Сол айтқандай коридорда отырдым, бір уақытта ұзын қара шапанды киіп, аяғын
сүйретіп басып келе жатты, шаршап жатқаны көрініп тұр. Сосын Қаныш ағамыз Сәтбаев. Иә. Соны жай амандастым. Орнында отырып. Неге бір 5-6 минуттан кейін шақырды жаңағы жігіт. Сол Қаныш Имантайұлының алдында болып, комнатасында осы жағдайдың бәрін түсіндіріп айттым. Қазақстанда білім саласы жоқ, ешкімде оқымайды, тек Московский университетіне бар. Ал енді осында келіп экзамен тапсырдым, экзаменнен өттім. Бірақ проблема диссертация туралы болып тұр. Көне заманның сүйектері жиналған екен біраз Ленинградта, Москвада. Бірақ соны бүгінгі қазақтармен салыстыру, қазақтардың сүйегі жоқ деп айтып түсіндіріп едім. Марқұм енді. О кісі не деді? Ол кісі айтты, мен де таңғалам деді, орталық Қазақстанда толып жатқан ұрыларды үйіп тастаған. Соларды қазып жүрген қазақтың аты бабалары ма, я болмаса жер алып келген тайпалар ма деді. Сондықтан сол дәуірдің моласын зерттеп, анықтап берсеңдер жақсы болар еді деп. Өзі айтты. Өзі. Көңілінде жүрген ғой. Енді анау осыншама нені жергілікті тайпы болмаса сырттан кімдер келген деп. Сосын айтты, сен экспедицияға дайындала бер. Мен бір жеттен кейін институт хабар берер деп. Сол бір рет өткен жам, 3 күннен кейін директор институт Толстой шақырады. Ол бір айда қалды. Ол шақырып қалды, профессорлардың өзі сүрініп қабынып баратын. Иә. Мен ойладым, не бұл тәртіпсіздік жасадым. Жоқ, барлығы дұрыс. Өзім бір рет оңымда анализ жасадым. Содан келіп, жаңағы амандасып, қарсы стөліне отырғызды. Содан кейін маған телеграмманы берді. Телеграмманы берген Сәтбаев екен. Осындай 3 айға 12.000 рубль, енді 12.000-ға 4 москвич келеді. Әнеки. Сосын бір машина 3 айға 4 жұмысшыға оклад берілді, соны келіп жүргізсін деп. 3 айға бөлінген. 3 айға бөлінген. Қазақтың тұңғыш антропологиясына бюджет. Бюджет. Өзінің лично Сәтбаевтың істеп жүрген жақсылығы. Көрдіңіз баға, сіз кездейсоқ келмегенсіз антропологияға. Мен Сәтбаевтың кейін, конечно. Ал марқұм иманды болсын, осындай. Мен бір жерлерде жаздым. Егер Сәтбаевтың осындай антропология дегенге көзқарасы нақтылы болмағанда, бүгін Қазақстанда антропология да болмады. Қазақ халқының 5000 жылдық тарихы да болмаған болар еді. Мен болса да болмаған болар еді. Бүгінгі біздің қазақ антропологиясының жетістігінің түбі қайда жатыр, Иә. Сонда Қаныш Сәтбаевтың ұлы ғалымы қазақтың. Сол енді ондай, мен жастар көп қой, сол қалай біздің соған сеніп маған соншама қаражат бөліп, сосын сол сүйектерді қаздым. Бірақ Марғұлан айтты, сен қазақтың сүйектерін оңтүстіктен қазба деді. Өйткені онда мұсылмандар, доңғандар, өзбектер, ұйғырлар, қырғыздар бәрі кездеседі, сен айыра алмай қаласың. Сен солтүстік Қазақстан жағынан қаз деді, бұл өсекті. Бұл кеңесті берген Әлкей Марғұлан ағамыз. Әнекей. Ал енді орыс болса, ол бірден айырылады, сен оны айырып тастайсың деп. Содан орталық Қазақстанда мына Семей облыстың ең бағатысы Ақтылқы деген жерден. Қандай жер? Ақтылқы деген жерден. Біз иесіз молаларды қаздық. Бүгінгі де тимейміз. Жаңағы жұрттың айтқаны бір ойпат тау жер екен, төмпешіктің бөшік болып жатқан. Сол аштан өлгендер екен. Солай. Сосын қазған кезде көбісі кейінмен ешкім оны арулап көнбеген дейсіз ғой.
Кейбір жерлерінен Құран шықты Қазаннан басылған 19 ғасырда. Сосын кейбіреуінің қалталарынан Николайдың күміс ақшалары шықты. Енді ол күміс шірімейді, олар денесі шірісе де. Сөйтіп содан бір 70-80 сүйек қазық сол жерден. Сосын бір бақташы келіп, соңында сіздер не істеп жатсыздар, бұл сүйектің не қалып жатсыздар, бұл мұсылман, неге тиесіңдер деп бізге соқтық та. Егер оларыңды қоймасыңдар, бір күні бензин қойып, машинадан қойып, алатыңды бәрі өртеп жібереміз деді. Енді ол жындының айтып тұрғаны, ертең соны істеуі мүмкін ғой. Сол күні түніменен сайланып, уже Қарағанды облысына қашып кеттік. Қашып кеттіңіздер. Беғазы деген Әликенің өз қазығын қолы дәуірінің 16-17 ғасырдағы қазақтардың сүйектерін қазды ма. Одан да 70-80 сүйек алдық, әйелден, еркектен, балалардікін алған жоқпыз. Кішкентай қабірлерді қазбаймыз деп үлкендерін. Одан кейін қоян базары болды ғой. Иә, қояндының базары. Қарасор деген 3-4 шақырым жерде Қарасор деген көл бар екен, тұзда. Соның жерінде тоже алдымен үлкен кісілерден сұраймыз ғой. Сіздер осы аштықты көрдіңіздер, қай жерге көмдіңіздер деп. Сол айтты, ана Қарасордың бер жағында ойпат бар, сонда көп адам көмілген аштықтан өлген деп. Сол жерден қаздық. Сосын төртінші нені Баян ауылдың Қаратас деген жерінен қаздық. Одан көп қаза алмадық. 20 шақты сүйек қазып үлгердік. Осы жерде бір сұрақ туады. Жаңа айттыңыз ғой, егесіз қалған молаларды қаздық депті. Ал олардың қай жерде екенін қалай ажыраттыңыздар? Өздеріңіздің әдістеріңіз бар ма? Қалай қай жерде екен? Егесіз жатқан моланы қалай табуға болады? Қандай әдісі бар оның? Ой, ол жерлерді үлкен кісілерден сұраймыз ғой. Сол кішкене бұғыр болып жатып, ой болып жатады. Аралары сондай. Сосын ол жай жерден де болмайды ғой. Мына бұғыр жағалай. Басқа жерің бәрі бұғыр. Мен жырап алады, соған үйіп тұстаған. Сөйтіп барып ана иесіз моланы сосын қазғанда көрдік қазақтың сүйектері екені. Менің тек солардың аштан өлгендерінің ерекшеліктерін көрдік, бірақ оны арнайы зерттеген жоқпыз. Өйткені адам аштан өлген неден жаңа Турциядан қазып алып жатыр ғой, 250 сағат қалай жатқанын білмеймін тірі қалған. Вообще адамдар сол түрмеде аштық жариялағанда сұрайды, сіз қандай аштық жариялады? Сухой или мокрый деп. Сухойы ешқандай су бермейді. Ол адам 10 күн көршідейді. Сосын бері оны қайтара алмайсың деді. Өліп кетеді. Сосын мокрый деген күніне бір стақан су береді, бір айдан кейін өлесің. Сондықтан бұл мәселесінің нелерін жаңа өзіміздің шешеміздің қазып жатқанда ойлайсың, апырмай, біздің де шешеміз олай жатыр ау деп. Енді қиын болды. Моральный жағынан ауыр болды. Қазақтың сол кезде қазақ соншама қырылмаса, 4 миллион болып қырылмаса, бүгінгі сол қазақтардың аштықтан өлген салдарынан, оларынан біз 15 миллионбыз қазақ. Ал енді олар тірі болса, әлгінде аштық болмаса, бүгін қазақтардың саны 50-60 миллион болар еді. Қандай зардабын шеккен еліміз. Ал енді дәл осындай қырылыс аштықтан әлемде еш жерде болмаған ғой. Халықтың жарысы қырылып, аштан өлгені. Adam's Question. Құрметті көрермендер, Ақ студияның бүгінгі қонағы болған
Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының академигі, Италия Болон академиясының корреспондент мүшесі, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері, тарих ғылымдарының докторы Оразақ Смағұлұлы ағамыз. Қазақтың тұңғыш антропологы, қазақ халқының 5000 жылдық тарихын жазып берген, зерттеп, дәлелдеп берген ұлы тұлға ғалымымыз. Сіздермен келесі кездескенше сау болыңыздар дейміз, және біздің каналымызға жазылып, өз пікірлеріңізді білдіріп, егер ағаға қоятын сұрақтарыңыз болса, ағамыз, қазыналы қариямыз ортамызда, әлі де сіздерден кері байланыс күтеміз. Келесі кездескенше аман сау болайық.